Жеміс жидектің, оның ішінде алманың денсаулыққа пайдасы мол. Сондықтан оның қасиеттері туралы айтқанды жөн көрдім. Алманың құрамында А, С, В1, В2, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгіртенеді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1-ге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді, көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады, денеге түскен жарақат баяу жазылатын болады. Ал С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды, сілемейлі қабықшалар қабынады, қызыл иек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Ф дәрумені, яғни жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Е дәрумені бұлшықеттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, мырыш, яғни осы витаминдер бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілетін жақсы дамытады. Ал ең бастысы алма темірге бай. Темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Олай болса, келесі пайдалы ақпаратта жолыққанша менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, комментарийға өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.